Арапа күні деп отырғанымыз мына құрбан айттың алдындағы бір күн. Жалпы Арафат деген тау бар. Қажылыққа барған мұсылмандар сол таудың маңында осы күні дұға етеді. Дұғаның ең қайырлысы Арафа күні жасалған дұға деп айтылған екен хадисте. Ал енді қажылыққа бармаған адамдардың бұл күні ораза тұтқаны жақсы. Хадисте Арапа күнінің оразасы арқылы Алла тағала өткен және келер жылғы күнәлардың кешірілуін үміт етем деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен. Көп адамдар ораза кестесін қайдан аламыз деп жатады. Қазір енді намаздың уақыттарын көрсететін түрлі бағдарламалар өте көп. Сол өзіңіздің мекен ететін жеріңіздің таң намазының уақытын қарайсыз. Сол таң намазы кіретін уақытқа дейін тамақты жеп аяқтауымыз қажет. Ал енді сол күнгі белгіленіп тұрған ақшам уақытында аузымызды ашу қажет болады. Алла тағала ниетімізді, шалатын құрбандығымызды және де Арапа күнгі ұстайтын оразамызды қабыл етсін ағайын.